Сәлем достар, бүгін біз инсульт тақырыбын қозғайтын боламыз. Инсульт бұл мидағы тамырлардың бітелуі немесе жарылуы. Ми жасушаларында оттегі жетіспейді және бірнеше минуттан кейін олар өледі. Инсультті анықтау кей жағдайларда қиындық тудыруы мүмкін. Өйткені кейде ол айқын көрінетін белгілерсіз пайда болуы да мүмкін. Тіпті инсульттан зардап шеккен адам оған не болып жатқанын білмеуі де мүмкін. Кейде сыртқы жағынан инсульт адамның мінез-құлқындағы біртүрлілік ретінде көрінеді. Ол өзін мас сияқты ұстай бастайды. Орынсыз, мағынасыз күледі, құлап кетеді. Сонымен қатар ол өзін қалыпты сезінуі де мүмкін және тіпті айналасындағыларға бәрі жақсы екенін шынымен сендіре алады. Инсульттің негізгі 3 белгісі бар. Сарапшылардың айтуы бойынша, инсультпен ауырған адамдарды анықтау тіпті маман емес адам үшін де өте оңай. 3 нәрсені тексеру керек. Бірінші, күлімсіреу. Екінші, сөйлесу. Үшінші, қозғалыс. Инсульт кезінде күлімсіреу – бұл адамнан күлуді сұраймыз. Инсульт кезінде күлімсіреу қисық болуы мүмкін. Бұл әрдайым дерлік инсультпен болатын беттің жартысының бірі салдануынан болады. Екінші, инсульт кезінде сөйлесу. Адамнан қарапайым сөйлемді айтуын сұраңыз. Қисынды. Мысалы, далада күн жарқырап тұр. Сөйлем қиын, түсініксіз, тілі шайналып айтылады. Әдетте олай емес. Инсульт кезіндегі қозғалыс. Адамнан 2 қолын көтеруді сұраңыз. Қолдар әртүрлі деңгейде болады, немесе біреуі мүлдем көтерілмейді. Инсульт кезіндегі дәрігерге дейінгі көмек. Дәрігерлер бригадасының келуін күту кезінде алдымен адамды көлденең жатқызу керек. Егер адам есінен танып құлап кетсе, ыңғайлы қалып бере отырып, оны көлденең күйде қалдырамыз. Бұл жағдайда зардап шегушінің өз бетінше тыныс алатындығын бақылау өте маңызды. Егер тыныс алудың бұзылуы болса, адам бүйіріне жатқызылып, ауыз қуысын босатады. Кардиологтар адамға ыңғайлы орынды іздеуге кеңес бермейді. Оны симптомдар пайда болған жерде мүмкіндігінше ыңғайлы етіп ұйымдастырған дұрыс. Зардап шегуші ыңғайлы көлденең күйде жатқызылғаннан кейін, оның тыныс алу мүмкіндігін жеңілдету керек. Ол үшін адамның мойнын тар киім мен зергерлік бұйымдардан босатып, белбеуін шешіп, терезені ашамыз. Басқалардың тарап кетуін сұраймыз. Сол арқылы таза ауамен қамтамасыз етеміз. Егер үйде немесе кеңседе тонометр болса, қысымды өлшеп, көрсеткіштерді жазу қажет. Болашақта бұл ақпарат жедел жәрдем дәрігерлеріне маңызды болады. Егер қысым тым жоғары болса, зардап шегушінің басын көтеруге болады. Егер ол төмен болса, оны тегіс көлденең күйде қалдырамыз. Ұстаманы жұмсартуға тырысып, адамды ұстаудың қажеті жоқ. Осыдан ұстама тоқтамайды. Науқастың өзі де көмек көрсететін адам да жарақат алуы мүмкін. Науқасқа физиологиялық тұрғыдан тиімді жағдай беру қажет. Бұл сілекей мен бөгде заттардың тыныс алу жолдарына енуіне жол бермейді. Оны бүйіріне жатқызып, басын қосымша төмен бұруға тырысыңыз. Клоникалық ұстамалардың белсенді кезеңінде бұл қиын болады. Бірақ мүмкін болса, науқастың ұстаманың соңына дейін арқасына бұрылуына жол бермеңіз. Ешбір жағдайда пациенттің жақтарын ашуға, аузына бірдеңе салуға, тілін түзетуге тырыспаңыз. Танымал нанымға қайшы тілді жұту мүмкін емес. Ал қажетсіз манипуляциялар қосымша жарақатқа әкеледі. Шайнау бұлшықеттері өте күшті. Пациент көмекшінің саусақтарын тістей алады, немесе өзінің тістері мен жақтарын сындыруы мүмкін. Егер тыныс алу немесе жүрек соғысы тоқтаса, жедел реанимациялық шараларды бастау қажет. Және оны функцияны қалпына келтіргенге дейін немесе жедел жәрдем бригадасы келгенге дейін жүргізуіміз керек. Инсульт кезінде не істеуге болмайды? Медициналық көмек шақырмай жағдайдың жақсаруын күтуге болмайды. Инсульттің алғашқы 3-6 сағаты жағдайды жеңілдету және оның салдарын азайту үшін өте маңызды болып саналады. Сіз инсульт күдігі бар адамға дәрі-дәрмек бере алмайсыз. Қысымды көтеретіндер де, төмендететіндер де, басқалар да. Егер зардап шегушінің өзі оларды үнемі қабылдайтынын мәлімдесе де. Дәрігердің бақылауынсыз қабылданған кез келген дәрі-дәрмектер қан айналымы бұзылысының салдарын нашарлатуы мүмкін. Инсульті бар адамды тамақтандыруға немесе су беруге болмайды.
науқас кез келген уақытта құсуды бастауы мүмкін, немесе ауыз жұтқыншақ органдар функциясының бұзылуына байланысты тұншығуы мүмкін. Адамдар мұзатыр спиртінің немесе басқа ұқсас препараттардың көмегімен сезімге келтіруге тырыспаңыз. Олар тыныс алу функциясының бұзылуына алып келеді. Зардап шегушіні жедел жәрдем келгенге дейін бақылаусыз қалдырмаңыз. Егер ол өзін қалыпты сезінетінін сендірсе де, оған өздігінен қозғалуға рұқсат бермеңіз. Жағдай кез келген уақытта, кез келген минутта күрт нашарлауы мүмкін. Есіңізде болсын, адамның миы бұзылған және шұғыл медициналық көмек қажет. Ең бастысы, егер сізде, сіздің туысқандарыңызда немесе таныстарыңызда инсульттің алғашқы белгілері пайда болса, жедел жәрдем шақырыңыз. Now he's been wanting to put garlic chives in everything. Well, not everything. Dad, the side of your face is drooping. Mom? It's probably nothing. Dad, are you okay? You're slurring. Why are you slurring? Raise your arms up in the air for me. Dad, are you okay? Gracie, call 911. I just... Honey? Oh, Dad! Tim! I need an ambulance to 7th floor Tim! Avenue. Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, look at me. Look at me, Tim. Mom, what do I tell I don't know. I think he's having a stroke. I think my dad is having a stroke. Tim, what's going on, baby? My husband, he. I think he's cold. Are you cold, honey? Are you cold? Okay. Gracie. See, Gracie's gonna come, sweetheart. We're just gonna go. We're just gonna go in the ambulance right now. We're gonna go to the hospital. Okay? Okay. Huh? I'm right here. I'm right here. Gracie, meet us there. I'm right here. I'm right here. Okay. Okay, here we go. You just stay right here. You just stay and breathe. Just breathe.